Армысыздар, құрметті отандастар. 9 желтоқсан 2020 жыл сағат Астана уақытымен 13:15 кезекті тікелей эфир Ержан Тұрғынбай каналында. Басты канал Тұрғынбай Ержан КМБ-ның тапсырмамен Ренат Заитовтың қолымен шектеуілді. 13 қаңтарға дейін тікелей эфир жүргізу мүмкіншілік жоқ, өкінішке орай. Бүгінгі тақырып сол мінекей Халық таңдау партиясы өзінің жаңағы бірінші қадамдарын бастады. Кеше юстицияға 4 күн жүріп әрен арызды кіргіздік. Ал енді біз қазір съезға дайындаламыз. Съезға дайындалу үшін бізде қатарымызда кем дегенде 2000 адам болу керек. Құрметті достар, мінекей заң бойынша 2 айдың ішінде съез өткізуіміз керек. Біз оны желтоқсан 16-тан кейін өткіземіз деп жоспарлап жатырмыз. Сол уақытқа дейін бізде кем дегенде 5000, 10 000 арыз жинауымыз керек. Мінекей Отырар ауданынан, Шымкент облысынан шығып жатыр достарымыз, әріптестеріміз. Мінекей мен қазір таныстырғым келеді сіздермен. Мақсат Мырсыздықов 1986 жылы туған, Отырар ауданы Темір ауылында тұрады. Сол жерде колледжде сабақ береді, кәсіби техникалық колледж, НВП сабағын. Ассалаумағалейкум, Мақсат. Уағалейкум ассалам. Мақсат, енді өзіңді таныстырып өтсең, не қашаннан бері жұмыс жасайсың, сосын жанұя бар, қанша үйінде жан бар, соны былай көріп, сосын жағдай. Мен өзім Түркістан облысы Отырар ауданы Темір ауылында дүниеге келгем. Осы қазір ауданымыздың орталығында колледжіміз бар, кәсіп техникалық колледж, нөмір 20. Сол жерде дайындық пәнінің оқытушысы болып жұмыс жасаймын. Бала-шағам бар. Мінекей, мен алдын ала жазып алғам, 4 баласы бар Мақсаттың. 2013 жылы жаңағы колледжге жұмысқа тұрған, сол уақытта 35 000 теңгемен зарплатамен жұмысқа алған. Биыл 20 жылы зарплатасы 55 000 теңге, былтыр 75 000 теңге болған. Мінекей жағдайды қарап тұрсыздар ғой, жарылқатамыз деп айта береді, қайта қысып жатыр. Ал енді ең қызығы, мінекей маған Мақсат шығып жатыр ғой. Ереке, мен Халық таңдау партияны қолдап жатырмын, алыңдар қатарыңыз ғой. Мен не себеп, не болды? Педагогсың, педагогтар былай білеміз ғой, Тоқаевтың жүйесі ауыздарын алып алған, қайта қарсы сөйлемек түгілі, мынау не фальсификацияға қатысты біз көрдік қой, былтыр қалай болған. Не етерді, Мақсат, жақында сені штраф берді дейсіз, соны былай халыққа айтып берсең, болғанды, достарының жағдай болған жөнінде. Айта бер, мінекей. Партиясын таңдап, қазір декретте өзім айлығым сіздер бұда келе жатқан сол өзім просто ашынған дамып жатқан кезде мен өзім ішім тыңғылатса. Мақсат, бір секунд. Жаңағы айтылған сөздің біреу де естілген жоқ. Қатты дауысын шығарып, қайталап айтшы. Мынау Халық таңдау партиясын не үшін жаңағы кірем деп жоспарлап жатсың? Соны қаттырақ айтсаң жаңағы айтқан сөздерін. Естімей жатыр. Халық таңдау партиясын таңдағаным осы қазір еліміз дамып жатыр дейміз, бірақ менің айлығым өсіп жатқан жоқ, былайша айтқанда. 55 000 айлық. 55 000 айлық. Мен 7 жылдың емеспін. 7 жыл болды істеп жатқаныма. 100 000 деген айлық. Осы карантин жағдайында келешегім декретте. Жаңағы штраф берді дейсің, қашан берді? Не үшін берді? Қанша жасады штрафты саған? Соны айтып берсең.
мен мынау сосын не осы карантинда именно осы қазір көлігімнен жолда кетіп бара жатып осынау лобовойың сынық деп алып мен 6500 өтініш менің осындай қазір жұмыс мынандай карантин жағдайында жұмыс айлығым мынандай болып тұр, айлығым 55 мың айлық. Сендер осыны айыппұлды ескерту қылыңдар, өтініш жасап вообще қарамады айтқанда. Сөйтіп айыппұл салды. Келе жатқанымда жолда мысалы жол бар, сол жолда КМФ деген кредитін төлеп шыққан кезде 10 метр жерге жүрген кезде тағы да кеп сөйтті да осындай сен фарың жақпай жүрдің деп. Фарың жақпай деп. Альбина баш? Фарың жақпай жүрдің деп маған айыппұл салды. Қанша? Сосын өтініш. Қанша? Жоқ, айыппұл саламын деп өтініш жаз. Өтініш. Маған айыппұл керек жоқ. Маған қазір ешқандай жол ережесін бұзған жоқпын деп айып түсіндірдім мен. Бір 10 метр жерге жүргенге фар жақпағанға енді былайша айтқанда мәміле жоқ, мәміле. Бұл былай қой ағайын, естімей қалған шығар, связь нашар. Мінеки мақсатқа жаңағы машинамен келе жатқанда лобовойын жарық деп 6500 теңге штраф қояды. Бұл жалынса да мінеки балаларым бар деп, олар жоқ, бар төлейді. Барып төлейді. Төлеп шығып баратқанда, қараңызшы бұл несін жағдайды, иә? Шығып баратқанда екінші гаи ұстайды да фарсыз келесің деп тағы да штраф төле деп бұған жабысып жатыр. Бұл жайдан жай емес. Бұндай жағдай бүкіл елімізде осындай. Мына жемқорлар, ұрылар бүкіл бюджетті тонап, бюджетте көк тиын ақша жоқ. Бүкіл жұмыс орындары қазір жабылып жатыр. Ал енді бюджетті толтыру үшін, қалай істеп жатыр? Осындай қарапайым азаматтардың бәрін осындай ойлап тұрып саусақтан сорып алған дейді, с пальца высосанный себептен штраф айыппұлды жасап жатыр. Бұрын 10 жыл болған машина болған, соны штраф жасайды. Ол тек қана гаи емес, бүкіл жаңағы қызметтеріне осындай тапсырма берген. Налоговая инспекция, жаңағы полиция мінеки жүр, көшеде пешеходный переходты бұздың, бүйттің деп жаңағы мен сөйлескенде мақсат айтып жатыр. Досым дейді, тоже пешеходный переходты ұстап алып штраф деп. Бәрін шетіне алып штраф қан сорып жатыр. Мынау қазақ өзі былайда қиналып жатқанда 55 мың теңгеге бұл қайдағы штраф төлейді? 4 баласын қалай асырайды? Сонда барып қылмысқа бару керек па? Міне бізде неге коррупция? Бізде бәрі заң бұзуға барады, мәжбүр болады. Назарбаев сондай жүйені құрастырды. Ол жайдан айтқан жоқ кезінде. Қайсын болсам да қолдан алам да сотқа алып барам деп. Ол сондай системаны құрды. Бәрі былығу керек. Полиция былығу керек, прокурор былығу керек, судья былығу керек, мұғалімге дейін. Кезінде мынау Шымкентте көрдік қой, шулатып, жай мектепке уборщица болу үшін взятка беріп жатыр. Взятка. Қараңызшы мінеге. Сонда бәрі былыққа мына біздің мемлекетте. Бәрі ұры, бәрі коррупция. Бұл жайдан жай емес, бұл Назарбаевтың сондай ойлап тапқан системасы. Зарплатасын береді 55-100 мың теңге, бәрін кредитке мойнына отырғызып қояды. Айта берсең, проблема үстіне проблема қосыла береді. Ал бұны қалай шешу, ол бізде айтылған. Да, мақсат. Көшеде жүрудің өзі қиын болып қалды. Былайша айтқанда, маскасы жүрсең айыппұл салады. Кешірім деген вообще былайша айтқанда мәміле қалмады. Бір кешірім беру, ескерту беру деген. Мысалы, арнайы пешеходтан бер жақтан енді пендеміз ғой енді өтіп қалдық. Өтініш десең ешқандай тыңда. Бұлар аямайды бұлар. Мақсат, бұлар аямайды. Енді біз осыған өзіміз жол беріп жатырмыз ғой, мақсат. Біз өзіміз, мысалы, қанша уақыт жүр, мінеки, момын болып жүрміз, сол билікке сеніп жүрміз. Не айтса да, мысалы, былтыр анау Тоқаев келгенде, сол бүйтет, жарылқатады деп, тұлғаларымыз айтып жатады. Мұхтар Шаханов ағамыз, Тоқаевқа дауыс берейік, бұл деген зиялы азамат, қазақ тілін дамытам деп айтам деді, көрдіңіз ғой, алда біз сене бердік, енді жетеді ғой. Міне алда 10 қаңтарға жоспарлап жатыр, тағы да кезекті спектакльдерін. Ешқандай сайлау жоқ. 5 партияны өздерін қойды, соған сценарий жазып, аңқау қазақты тағы да ішіне қырып жатыр, қуып жатыр. Барыңдар, дауыс беріңдер деп, Біз көріп тұрмыз ғой, бұлардың қолдарынан келмейді, 30 жыл басқарып жатыр. Сондықтан мынау халықтың арасынан
халық таңдау партиясын біз құрамыз деп Шымкентте бауырларымыз бастады, өзінің жерлестерін. Мақсат, мінекей, ол және ойлап қалмаңдар, көшеден шығып адамдар нетіп жатыр деп. Мысалы, сол Нұржан болсын, Ғабит болсын, Ерғали болсын, олар сөз емес сөйлеп жатқан, олардың жүректері сөйлеп жатыр. Жан айқайы, қазақтың жан айқайы. Арасында мінекей, біз де бармыз. Мынау бағдарлама жаздық. Да. Біз заңсыз бір көше, біз үйде отырып құқығымызды қорғауымызға болады, өзіміз қандай партияға кіруімізге болатын өзіміз шешеміз, жеке адам. Онда мен бір заңсыз нәрсе істеп жатқан жоқпын, мысалы да. Дұрыс. Мінекей, өзінің кіресін, өзі жағы ауылында 4,5 мың адам тұрады дейсін. Отырар ауданы, жай ауданы емес, Шамшы Қалдаяқтың ауылы тұрған жері. Сол Мұхтар Шаханов ағамыздың ауылы, қасиетті жер десе болады. Мінекей, қанша 56 мың бар дейді. Шақыр, мінекей, Мақсат, өзің әріптестеріңді, достарыңды, бәріне қиын емес. Бізде керек қазір әрекет, достар, мынау WhatsApp-пен жеріп жатырсыз, мынау хаттың түрі. Мінекей, мен өзім жаздым, 2 строчка, менің фамилия, имя, отчество жаңағы, тұратын мекенжайы, иін, телефон қол қойып. Бұл жерде ашық, біз деген біреуден ұрлайын деп жатқан жоқпыз, тығылып ячейка ашатындар. Біз өзіміздің елімізде әзірше біз Синьцзян-Уйгурский автономный округқа айналған жоқпыз. Әзірше біз өзіміздің еліміздеміз, өзіміздің жеріміздеміз. Мынау атам қазақ кезінде сақтап қалған. Сондықтан осы жеріміз үшін күресейік, айналайын. Міне қиын емес күрестің тәсілі. Мына арыз толтырасыздар. Келесі екінші арыз мынау, шағымданасыздар мынау. Жаңағы берді арыз. Мақсат, мінекей, Мақсаттың арызы, халық таңдауы жалпыұлттық партияның басшыларына, мені партия мүшесіне қабылдандар. Қане, өзін көрсетші ар жағында. Мақсат, мінекей, кішкене көрінбей жатыр. Кішкене алысырақ, бетінің қасына қойшыш, бетінің қасына. Жақсы, мен жаңа көрсеттім крупный планмен, Міне арызы, Мақсат арыз жазып жатыр, қабылдандар деп. Достар, бұл қарасан, бұл өмірде бәрі қиын сияқты. Ол Назарбаевтың жаңағы жасап тұрған несі, қитұрқы әрекеттері. Ештеңе қиын жоқ. Білетін адамға ештеңе қиын жоқ. Мысалы, мынау біз деген күрестің тәсілін ұсынып жатырмыз. Бұл жерде мен сіздерді митингке шығармай-ақ мәселені шешуін жолын көрсетеміз. Бұлар тағы да үйреніп қалды ғой. Аңқау халық қазір кішкене сөйлейді, нетеді, барады сайлау учаскіне, анау 5 партияны берді, соның ішінен таңдайды, не бүйтеді, бүлдірем дейді, өздерінше бүлдірмекші болады дейді. Мейлі, олар бәрін жаңағы сценарий жазып қойған, өздерін жаңағы нетеді, жұмысын бәрі тындырады. Сондықтан алданбаңдар, ол спектакльдерге бармаңдар, ол шулердердің жаңағы нелеріне бармаңдар. Мына арыз жазыңдар. Біз деген кадр бұлардың есін тандырайық, бұларды өзі ойлап тұр ғой, халық аңқау, халық топас, айтқаннан жүре береді деп. Жүрмеңдер. Міне, мынау арыздарды партияға кіремін деп. Және де мынау талап, требование, бұл тек қана Назарбаевқа емес, Конгресс США-ға. Бұның, мысалы, бізге съез өткізуге қазір 1000 адам керек. Біз отырар жаңағы Ордабасының басында өткіземіз деп жоспарлап жатырмыз. Жаңағы Шымкенттің қасиетті жерінде біздің атам қазақ кезінде қосылған. 2000 адам жиналуымыз керек сол жерде, мынау съез өткізу. Сосын бізге 3 ай беріледі. 3 айда біз 20 мың қол жинауымыз керек. 3 айда 20 мың емес, 5 миллион қол жинайық ағайын. 5 миллион қол жинайық, мұндай арыз жазыңдар, осындай нені толтырыңдар, құжаттарды. Бұны жазып, WhatsApp-пен штаб бар, Шымкентте, мінекей Италияда, осы жаққа лақтырып, біз түгендейміз да, сосын жаңағы Назарбаевқа емес, Конгресс США-ға бұны алып барам. Қажет болса мен Байденнің өзіне табамын кіретін жерін. 5 миллион қол жиналса, Байденнің өзіне Америка Құрама Штаттарына алып барам. Сол жақтан да қолдау аламыз. Митингке шықпай-ақ, мына 5 миллион подпистерді шығарып, ЦИК-ның алдына барамыз. Тіркеткіземіз, мәжбүрлетеміз. Жаңағы юстицияда бірінші. Сосын ЦИК-қа барып, жаңағы парламентке қатысатындай құжаттарды аламыз. Жалпы бізге керек жоқ бұрынғыдай сорлап, ынжықтар сияқты бейт беріңдер, сөйт беріңдер, болды, жетер енді. 30 жыл жүрдік, сұрадық, көндік алдағанға. Енді болды, жетер осының. Мынау халық таңдау партиясының құруға атсалсыңдар.
иә, мынау жас жігіттер шығып жатыр, жас буын, көздері жанып жатыр, жүректері жанып жатыр. Бұлар жай ғана сөз емес, жалынды сөйлеп жатқан. Жүректерін үнін естіңдер. Ат салсыңдар, қастарында тұндыр, мінекей Мақсат сияқты. Кеше Ерғали бауырымыз тұрып жатыр Сарыағаштан. Міне бүгін отырардың жаңағы азаматтар қосылып жатыр. Миллиондап қосылайық, 5 миллион қол жинайықта, бұлардың естерін бір тандырып жіберейік. Ойнамасын халықпен. Халықта әбден басып, халықпен санаспауды үйреніп қалған, ал біз көрсетейік, халық не екен, кім екен, біз кімбіз? Осыны көрсеткейік. Сондықтан мынау нелерге айтайын педагогтарға, мінекей Мақсат педагог қой. Мына фальсификацияларына қатыспаңдар, достар. Иә, былтырда сіздерді пайдаланып, заң бұзуға ниетті. Полицияны пайдаланып жатыр қазір, прокуратураны, сотты, мынау медиктер пайдаланып жатыр, педагогтарды. Жем болмаңдар бұл жүйеге. Назарбаев жексұрын көрдіңіз ғой. Мінекей қазір таралып жатыр ғой ақпарат. Нью-Йорк Таймс жазып жатыр. 5 миллиард долларға арест жасатыпты Болат Өтемұратовтың счеттеріне. Кім жасап тұрған? Назарбаев. Назарбаевтың Болат Өтемұратовтың екеуі жақын адам жоқ. Екеуі бірге ұрлады, жеді. 5 миллиард доллар Өтемұратовтың қолында болса, Назарбаевта кем дегенде 50-100 миллиард бар деген сөз. Бірақ анау ашкөз соның өзіне қызғанып жатыр. Кімге қызғанып жатыр? Өзінің досына, кезінде арақ ішкен, кезінде қыздармен демалған, жаңағы проституткалар бар ғой, жазулары. Болат Өтемұратов, Жақсыбеков, сөйлесіп жатыр. Мен қажет болса қоямын ертең, Міне, жан жолдастары, әріптестері бізге бірге жұмыс жасап тонаған, енді бір-бірін қылғындырып жатыр. Бұл деген таңғалатын ештеңесі жоқ, себебі Назарбаевтың аморальды адам жоқ басқа. Өзінің туған күйеу баласын, анау Австрияда отырған түрмеде, кезінде анау Сұлтан Сулейман болды ғой, біз киноны көрдік қой, туған баласын жаңа қылғындырып өлтіріп тастады. Міне, мынау Айсұлтанды өзінің немересін ба, ұлын ба өлтірді. Мынау КМБ басшылары, бұлардың шоқпарлары ғой, Әлнұр Мұсаевты 20 жылға соттады. Мынау кім бар, Дутбаев деген, ол сотталды. Қанша біз білмейтін жаңағы соған қызмет жасап жүрген азаматтар түрмеде отыр, сотталды. Бір Назарбаев бәрін былықтырған. Мынау таза мұғалімдердің кішкентай болсын жаңағы директор школ бәрін осылай қылмысқа жағат, сосын олармен жаңағы манипуляция істеп тұрады. Сендердің қолдарымен. Міне, біздің бауырларымыз полицияда отырған, қаматқызады, сосын полицияны жегізеді, бір-бірін жедіп, кәдімгі стақанға кіргізіп қойған тарақандар сияқты ойнап отырады. Бұның бәрін шешім бар. Мен тек қана жалынды сөз айтып жатқан жоқ, ағайын. Мен бірінші рет көрдім. Бізде бағдарлама бар. Қалай бұл мәселені шешетін? Сол медиктердің алайық, педагогтердің мынау еңбекақы қалай болу керек? 3 доллар кем дегенде минимальный зарплата сағатына болу керек. Сонда бізде жай уборщица азаматша, разнорабочий 500 доллар алады. Ал мұғалімдер 1200, 1050. Медиктер 2000, 5000, 5000 долларға алатын мүмкіншілік бар. Мен жай ғана сөйлеп тұрған жоқ. Мен бюджетті жақсы танитын адаммын. 30 миллиард біздің бюджетіміз. Ал оны қиналамай 2 есе көбейтуге болады. Самұрық қазынаны жабу керек, өндірісті дамыту керек. Оны айтатын ол көп сөз, ұзақ. Біз мына мәселені қазір нетіміз талқылап жатырмыз. Мінекей аяқ астында анау асфальтты тесіп, халық таңдау партия міне жолын ашып жатыр өзіне. Шымкенттің қасиетті жерінде ту көтерілді. Анау Нұржан Махамедов бауырымыз қасындағы достарымен 14 адам барып арыз берді, міне ту көтерілді. Осы тудың қасында, айналасында жиналайық ағайын. Тағы да қайталап айтамын. Мына медиктерге, педагогтарға заңсыздыққа қатыспаңдар Назарбаевтың. Сендер қайта Нұр Отаннан шығыңдар. Мынау халық таңдау партиясына кіріңдер. 5 миллион кем дегенде қол жинайықта, мына өзіміздің талаптарымызды қойып, парламентті өзіміз қолымызға алайық. Сосын бүкіл мәселені шешеміз. Осы айтарым. Мақсат бауырым қосатын болса, айтчыр. Қосатын жоқ, бірақ мынау өзіміз мынау бізде өзім бір жалым бар да, жалып қойғанда мына бізде тура үйдің қасында көмір түсіретін жер бар. Көмірді жабамыз деп былтыр айтқанбыз. Биыл соңғы жыл жабамыз деп. Әлі сол көмір түсіретін жер жақтай жатыр. Бізден тура көмір түсіретін қасындамыз. Бүкіл шаң көмірдің бар біздің үйге келеді былайша айтқанда. Оны да айтқанбыз жоғарыдағыларға. Ешқандай қимыл жоқ.
мынау осы октябрь, сентябрь, ноябрь уже көмірдің уақытысында көмір тасиды, шаңғиды, вагонмен келеді, жаз бойы жазда да көмір жинайды. Сол шаңның бәрі келіп бізге мынау былайша айтқанда үйге есіктің алдына кірді жая алмаймыз. Мақсат, сонымен мен бүгін биыл нәрсені істей алмадым. Бұны ештеңе істей алмайсың. Бұл жаңағы бағдарлама бар. Жергілікті не басқару қандай болу керек? Әкім сайлану керек сендермен. Ауылдың, ауданның, облыстың. Сонда олар жаңағындай сен айтқан көтерген мәселеге мән береді. Ал былай сендер десіп атқан ешкім жоқ. Сендер несіңдер, құмырсқасыңдар. Сендер жаңағы олар үшін терпиласыңдар. Сенен жаңа 25 мың теңге зарплатың бар, сенен бір 6,5 мың теңге терезе жарылған үшін штраф алды, фары жоқ деп ала береді. Сендер олар үшін адам емессіңдер. Олар оккупанттар сияқты деп жатыр. Сондықтан міне сенен керегі мынау. Арызын бердің мынаны. Енді мынау мен WhatsApp-пен жіберем, распечатать ет. Мың адам қолын жинап өзін. Сосын тарап достарына мынаны таратып, тағы да қайталаймын. Бір-екі айдың ішінде 5 миллион қол жинайық, достар. Мынау партияны мәжбүрлетеміз тіркетуге. Біреу айтады тіркемейді дейді. Осылай сүмірейіп айтып тұрсақ, тіркелмейді, шешілмейді, болмайды деп, онда өміріміз осымызбен өтеді. Біз құлдық сезімнен шығуымыз керек. Күреске шақырамын мен сондықтан. Жақсы Мақсат. Мың қол жинап бересің ба? Хорошо. Болды. Жаса қазақ, еркін қазақ. Сау болыңыздар.